Assalomualaikum. Assalomualaikum. Nima? Kechib qolgan yo'qmi? Менде талон, да. Talonmen zapravka yo'nishishga problema bo'layotgan so'zlanamlar. Non, qatrasman. Nima? Professor deyman, bir kelib, professor ko'rinishdir nima deydi? Professor. Katrani, kechib qolmasang o'ziga ish yurg'imdan. Professor emas qo'y. Endi kim? O Amantay Kaşı qo'y. O ne yaşına? Attan! Ana professor kelme. Nima? Sen de so professorning leksiyasini ko'rib keldingmi? Leksiya emas o. Endi. Leksiya. Acilden erkek duran leksiya aytan. Ha, mashinashi. Mashina yo'q. Ko'p ketdim men. Otur. Ayol borma. Ma? Otur kerak bo'ladi. Benim tepam qo'y ayol bilan erkak degan. Al, ko'ring. Kechiringizlar. Kechiring. Nima? No. Tovuq sitdim qo'yib kepsiyman deb. So'sinda bilat. Yo'q, o mening tug'an og'am. O da professor. Professor. Kechirim so'rayman, birden tanisa ketdik. Mening atim Murat Xayrulla Ergenbayұлы, do'stlarim Botagoz deydi. Men. Davud achkiga olgan deydi. Bugün leksiyamız ayol men erkek teng ba. Otbasılık жағдайға байланысты. Сондықтан көп кешіктірмей leksiyamыз. Baba! Oh, yeni. Жалпы бүгінгі leksiyamız ayol мен еркек тең ба. Қайсысы қоғамда екеуі бірге санасады. Сондықтан бұл жерде оны сәтпәк беру, әйел мен еркек демемес бар ғой. Мен конкретно өзім вақытында істеймін, вақытында 15 күн кейде бір айына 2 айлап кетіп қаласың ғой. Шығасың бейнеуден отырасың, пойызға ауылға келе қоясың, тек үйге сен әйелің шығады да, мен не жұмыс жасаймын, зарплата анау дейді да, қой дейсің ғой, қоймайды бірақ бар ғой. Айтам, қой шеш қосын, өзің орның бір шеш дейін да, екеуі бар ғой, конкретно. Жаңа айтасың да, әнже қырыс бастап кетеді, екеуім конкретно біразға дейін бақ бастай, ұрып тастайды мені бар ғой. Жылат демей, рауытқан жоқпын, просто жас кетіп бау. Просто, братан жешпешін ама, қор болып кеттің бау. Ұрат, кегеде тебет бау. Оштың емес бау. Папа, жыламаш, папа. Барша папаңа, маған кеп алған еді папа деп. Бұл мәселе мәселе бұл өте қиын. Сондықтан бұл отбасылық жағдай Мен айтайын. Ал менде наоборот. Маған әйел айтты. Әйел бастық болу керек. Ал еркек үйде отыр керек. Ал мен үйден шықпайды, мен бала қарайды, мен балаға тамақ пісіреді. Ал әйел жұмысты ақша табады. Ал әйел айтты, қандай еркектер далаға шығады, ол какай еркектер деді. Ал мен күйтіп отыр. Дима, бауыр сен кімсің әші? Қай материктен келдің? О, я? Ол сендерде солайшар, бізде қазақтарда вообще басқаша дұрыс па, мінтеке айтшы. Әрбір мықты еркек 4 әйел алу керек. Келді 4 әйел ал. Саған позына қойдым. Саған бір әйел жетеді. Неге? Ана сен бір әйелің 4 әйелге татиды. Sen 4'e alsak sonunda. 16 bak bu da sen. Бұл мәселе әйел мен еркек тең ба? Енді бұл мәселенің түйінін шешуге болады. Осы лекциямды мен өте зерттедім. Бұл лекцияны мен 53 жыл іздеп зерттеп шығардым. Өзің нешедесің сонда? Өзім 79-дамын. Базар жоқ. Ал енді бұл лекцияны мен Францияда оқыдым, Италияда, Испанияда оқыдым, Германияда оқыдым. Көбі барлық жер қабылдамады. Кейін неге деп
өтесиет дедім. Сөйтсем олар қазақша түсінбейді екен. Сондықтан өзімізде бастайын дедім. Әйел мен еркек тең бола алмайды екен. Өйткені қаңқасынан бастап зерттейтін болсақ, әйел бөлек жаратылған, еркек бөлек жаратылған. Аяқ, орта бел, бас сүйек. Үшке бөлеміз. Аяқтың өзі әйелде 35-тен басталады, 40-қа дейін размер. Ал еркекте 40-тан басталады, 52, 53, 95-ке дейін баратындар бар екен. Кейбір жерде 120-ға дейін баратындар бар. Ондайды көрмеппін. Көрмегенде дұрыс болған екен. Одан кейін бел сүйек. Ол жерде де екі бөлек, бір-біріне ұқсамайды. Еркекте белі жамбас кішкентай, әйелде жамбас үлкен болады. Енді ол не ол, әйел дәліп жамбасқан ақтырасың. Жоқ. Әйелде жамбас біледі, жақсы біледі әйелдер. 90, 60, 90. Кейбірлерде 90, 60, 120 болады. Ондай бар. Ал кей жерде 320-ға дейін кетіп қалатын жерлер бар. Көрмеген дұрыс болған шығар. Әйелдер оған уайымдама. Өйткені әйелдердің жамбасы үлкен болғаны, ол жерде құрсақ тұрады. Ал еркекте құрсақ болмайды, бала көтермейді. Оларға жамбас керек жоқ. Ал еркекте иық үлкен болады. Өйткені ол баласын көтереді, анасын, қару-жарақ, туысқанын көтереді, кейде басына шыққан әйелін көтереді. Ал әйелдерге иық керегі жоқ. Өйткені әйелдер басына шығармайды. Ол жерде де екі бөлек. Қан әйелдерде бөлек, еркектерде бөлек. Мүлдем қосамайды. Еркекте 5 литр, әйелде 3 литр қан болады. Профессор Мырза, ал еркектер неге қан аз? Көп, керісінше. Көп, неге көп? Өйткені ішіп қояды ғой. Кім ішеді? Әйел ішіп қояды да, не бойдақсың ба, бір несің ғой, деймін. Иә. Дұрыс айтады. Ал жақ сүйекке келетін болсақ, жақ сүйек еркектерде өте салмақты. Анда-санда бір қимылдайды. Ал әйелдерде жақ сүйек өте нәзік, жұмсақ. Әйелдерде көп қимылдайды. Еркектерде анда-санда бір рет болды қойсаңшы енді деп. Әйелдер оған жақ сүйек тоқтамайды, қимылдай береді. Сол кезде оларға еркектің қол сүйектері көмекке келеді. Оны көрген әйелдің жақ сүйектері одан бетер қимылдайды. Ал не істейсің? Сол кезде ақылды еркектің қол сүйектері қойшы деп кетеді. Бірақ әйел жақ сүйек қалмайды, есікке дейін барады. Қайтадан қайтады. Осындай болып тұрады. Бұл жерде мүлдем осындай да болып тұрады. Мүлдем басқа. Екеуі екі бөлек жаралған. Сондықтан әйел жақ сүйек ол үшін емес, күйеулеріне ұрсу, балаларына ұрсу үшін емес. Әйел бала тәрбиесімен айналысу керек. Сол үшін көп сөйлеу керек. Жақсы сөздер көп айту керек. Соған қарап баланың тілі шығады. Сондықтан бізде ананың тілі, ана тілім арым бұл, ұятым бұл. Тұр бетте өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген бар. Бізде сондықтан айтпайды. Әке деген жоқ. Әке баланың тілін кіргізіп жібереді. Батя тілі деген жоқ. Иә, ондай жоқ. Әке құлақ шекеден ұрғанда, әкеге қарап сөйлей алмайтын болып қалады. Сондықтан әйел ошақ қасы, еркек ел басы дейді. Әйел еркектің қабырғасына жаралған. Сондықтан егер кім әйел, еркек сендере солайша мен оң жаққа барған полный сынған ғой, брат. Сондықтан да әйелдерге өте нәзік, мейіріммен, бір-біріне жақсылықпен қарау керек. Әйелін жамандаған, боқтаған еркек өзін боқтағанмен саналады. Сондықтан бір-бірлеріңді жақсы көріңдер, жақсы болыңдар, ұрыспаңдар, отбасын мәңгілік жақсылықта сақтаңдар. Біздікі дұрыс емес қой сонда да конкретно. Отбасын өте татулықта бол. Күттей тұратшы. Алло, жан, жан, кешеші. Бәріне кешеш, осы уақытқа істейме ау. Сенікі де дұрыс емес қой, өзің көріпсің, артық кетіп қалатсың ғой, келген жерлерде ау. Жоқ, кешірем бәрінен, шырам, нормально. Просто, қолмен тырнай емес, аяқпен болмайды екен. Давай, кешірім, сен де кешір, давай.
мен де әйелге звон. Алло, мен кешірді сені, мен кешірді. Мен үйде отырады, Мен кетпейді ешқайда. Пока. Әйел, еркек деген кешірім сұрамау керек. Еркек деген бір жаты жоғары тұру керек. Ай, бұлай болу керек. Еркек басқару керек. Bakar. Сөйлесін. Alo, Қайдасың? kim on? Мен ғой, әйелің ғой, ұмыт қалдың ба? Ben есік алдында магазинде отырмын ғой. Қашан келесің? Қазір келем, не болды, тамағың дайын ба? Қайдан дайын болсын, нан жаятын оқтауда кетіп қапсың ғой. Ой, кеттім, жасқа болды. Ал, естелікке суретке түсіп алайық. Рахмет, мынау кете берейік бар ғой. Неме, фото тартып жіберші, кішкене ертең барғанда айттым ғой. Кел. Кейін сенімен фотоға түстім деп. Или, неме сен мынау қызығырақ сияқты бар ғой. Құрметті қазылар алқасы, ойдан шықты ма? Тақырып ашылды ма? Бәлбек аға? Өте жақсы ойнадыңыздар, өте күлдік, бәрі әдем болды. Образдарының бәрі қойылған. Bir tek ешкім жоқ, жүріп бұлай ойнап жүрген. Әркімнің өзі образ. Сөйлегеннен біліп қой, Жанболаттың сөйлеген. Кім сөйлеп жатқанын бәрі. Оны соған шапалақ ұрып жүрді, әсіресе батыстың жігіттері қатты шапалақ ұрды. Жақсы. Көңілімізден шықты. Рахмет. Алмат аға? Біз де ойлап отырайық, шіркін-ай, мына 4-ші театр қалай болады екен. Халық қарап отқан кезде 1 кетті, 2 кетті, 3 кетті деп, 4 кетті деймін деп айтып отырайық негізі. Сондықтан да үлкен рахмет. Жастар, бәренің бәрі, жақсының бәрі, сол жастардан шығады бізде өлеңдерде. Үлкен рахмет. Рахмет. Мына үлкен театрлар 15 жыл, 7 жыл, 10 жыл жұмыс істеген театрлар сендерде көп нәрсе үйрену керек. Рахмет. Әмин, бәрекелді.